Ассалаумағалейкум қадірменді көрермендер, сіздермен бірге Домбыра Шанель арнасы және оның жүргізушісімен Желеуов Жақсылық. Достар, бүгінгі керемет үйренетін әніміз қазақ осы деп аталады, және де ол айтыс мақамында. Олай болса, осында видеоға қалай лайк баспасқа. Және де сіздерге айта кетерім, ютубтағы бүкіл видеолардың сандық нотасы осы Домбыра Шанельдің инстаграмында. Қазір экранға шығып тұрған сілтемемен инстаграмға өтіп, сол жақтан сандық ноталарын ала берсеңіздер болады. Олай болса, мен бастайын. Қазақ осы айтыс мақамында кеттік. Жайлауында жүрген жігіт бағып қой, дос келді деп жасап жатыр алып той. Алғашқы рет көріп отсың сен оны, нағыз қазақ осы міне танып қой. Алғашқы рет көріп отсың сен оны, нағыз қазақ осы міне танып қой. Сәйгүліктің құйрық жалны таралған, сүйе тұғын қазақ осы қараңдар. Қазақ осы күй шығарып ән салып, көкпар тартып қыз қууға жаралған. Қазақ осы күй шығарып ән салып, көкпар тартып қыз қууға жаралған. Қазақ осы дала дейтін, күн дейтін, қазақ осы өнер қалды тіл дейтін. Қазақ осы қарасың ба, ақсың ба, қоңыр сұнды жатырқауды білмейтін. Қазақ осы қарасың ба, ақсың ба, қоңыр сұнды жатырқауды білмейтін. Пока осы үш шумақты айттым, негізі шумақтары көп, бірақ өстіп қайталана береді. Олай болса, бастайық. Так, екінші пернеден басталады. Астыңғы ішек екінші перне. Так. Мен сөздермен қосылып айтып отырайын, сіздер үйреніп отырыңыздар. Только астыңғы ішекті ғана ұстаймыз. Сөйтеміз де жайлауында жүрген жігіт бағып қой деген кезде астыңғы перне 3-ке ауысамыз, үстіңгі пернесі 5. Үстіңгі пернесі 5-ші перне, міне. Жайлауында жүрген жігіт бағып қой, дос келді деп жасап жатыр алып той. Енді осыны үйренейік. Астыңғы ішек 2-ші перне. Жайлауында жүрген жігіт, астыңғы перне 3, үстіңгі перне 5. Бағып қой, дос келді деп жасап жатыр алып той дегенде 2-ші пернеге ауысамыз. Алып той. Сосын алғашқы рет көріп отсың сен оны. Алғашқы рет көріп отсың сен оны деген міне. Астыңғы перне 2, үстіңгі перне 3. Алғашқы рет көріп отсың сен оны деген астыңғы перне 2, үстіңгі перне 2. Міне, алғашқы рет көріп отсың сен оны. Міне, сен оны деген, міне, астыңғы перне 2, үстіңгі перне 2. Сен оны. Сосын, осыны ұстап тұра береміз. Астыңғы перне 2, үстіңгі перне 2 ұстап тұра береміз. 3-ші саусақпен қолданамыз. Алғашқы рет көріп отсың сен оны. Нағыз қазақ дегенде, міне, 3-ші саусақпен 3-ші пернен басамыз. Нағыз қазақ осы міне танып қой. Мына екеуін былай ұстап тұрамыз да, 3-ші саусақпен нағыз қазақ осы міне танып қой деп. Міне, алғашқы рет көріп отсың деген жерден бастайық. Алғашқы рет көріп отсың сен оны. Нағыз қазақ осы міне. Осы деген сөзге ғана қолданамыз, міне, 3-ші нені. Осы міне танып қой. Алғашқы рет көріп отсың сен оны. Нағыз қазақ осы міне танып қой. Болды, үстіп қайталана берді. Арғай келесі сөздері үстіп қайталана береді. Сосын арасында мынандай жерін жаңа бүйтіп ойнайсыздар ғой. Астыңғы перне 2 және мынаны 3-ке бүйтіп тигізіп отырамыз. Достар, лайк басыңыздар, комментария жазыңдар. Тағы да осындай керемет әндер, 2 ішекте шығатын әндер шықсын десеңіздер, лайкты басып, комментария жазып, тіркелейік. Ең бастысы тіркелейік. Халық саны қалай көп болса, халық әндері де сондай көп болады. Сіздермен бірге болған мен Желеуов Жақсылық. Келесі видеороликта жолыққанша.